мен бүгін сендерге біздің көне заманнан келе жатқан қазақтың дәстүрі, қол өнері, құрақ құрауды сендерге қалай үлгісін көрсетемін. Жарай ма? Құрақты біздің аналарымыз, әжелеріміз қалай құраған екен, мен сендерге қысқаша көрсетіп өтеймін. Мынау бізде мата. Құрақ құрағанда бізге осындай мата қажет болады. Әркім әртүрлі түсін алады, өзіне ұнаған. Осындай мен түсті алдым матаны, осыны мен қазір қиямын. Осы матаны қиямын. Бізге матаны қиған кезде балалар бізге пішіндер көмектеседі. Қазір мен бұл матаны төрт бұрышты етіп қиып аламын. Қалай қиып алады екен? Төрт бұрышты етіп қиып аламыз. Дұрыс айтасың. Төрт бұрышты етіп маған осы мата қажет болады. Төрт бұрышы бар, балалар. Бұл маған мата. Мен осыған қазір тағы да үш бұрышты етіп мата қиямын. Маған төрт бұрыш болғаннан кейін, міне балалар, маған төрт жағына төрт бұрышты үш бұрыш матасы керек. Мен ол матаны мына түстен аламын, балалар. Қараңдаршы міне. Мен ол матаны мына түстен аламын. Жан-жағына төрт бұрышты қылып, осы матаны үш бұрышты қылып, қазір матаны біріктіреміз. Жарай ма? Мен мына матаны қазір қиып аламын. Қазір төрт бұрышты қиып аламын. Бұл бізге құрақ балалар ежелгі заманнан келе жатқан, әжелерімізден, аналарымыздан келе жатқан ғұрып әдеттердің бірі. Мен мына төрт бұрышты қиып алдым. Мен осыны қазір үш бұрышты етіп қиып аламын. Осы матаны мен қазір үш бұрышты етіп қиып аламын. Бұл біздерге пішіндерді еске салады, балалар. Төрт бұрыш, үш бұрыш, ромбик, шеңбер деген сияқты біз құрақтарға пішіндерді пайдаланамыз. Мен қазір үш бұрышты қиып алдым. Осындай үш бұрыш матадан бізге балалар төрт штук керек. Неше штук керек екен? Төрт штук керек екен. Жарайсыңдар, балалар. Қазір мен осы тағы екеуін қиып алдым. Және екеуін қиып аламын. Жақсы ма? Балалар, осы жаңағы тігіп жатқан жаңағы құрақтарымыздың, балалар, құрап жатқан құрақтарымыздың өз мән мағынасы бар екен, өзінің әдет ғұрпы бар екен. Мысалы, құрақты бір басың екеу болсын, үйде береке болсын, үйдегін барлығын бастарын құрап отырсын деп не қылған екен? Біздің әжелеріміз, аналарымыз құрақты осындай құраған екен. Жай осындай маталар жерде жатпасын, мусорға кетіп қалмасын деп, осындай маталар не қылған? Біріктіріп құрақ құраған екен, балалар? Қазір мен осы матаны үш бұрышты етіп қиып шығамын. Біздерге үш бұрышты матадан нешеу керек, балалар? Біздерге төртеу керек. Мен мына матаның шетіне не қылдым, балалар? Мынадай үш бұрыштан төрт мата қиып алдым. Енді мен осыларды, балалар, біріктіріп тігіп шығамын. Сендер мұқият қарап отырыңдар, жарай ма? Олар тігіншілер көйлек тіккенде, камзол тіккенде осындай маталардың не қылады, балалар? Қалдықтары қалып қойғанда. Олар жай мусорға кетпесін деп, біздердің аналарымыз, әжелеріміз не қылған? Майда-майда осындай материалдардан құрақ құрап тіккен. Жарай ма? Соны тағы да мен бір жағына тіктім, екінші жағына осы матаны тағы біріктіріп тігіп аламын. Балалар, қыз бала деген анаға жақын болады, анаға жақын болады. Қыз бала
осындай қолөнермен анасынан үйренеді. Балалар, біздер қолөнеріміз тек қана құрақ құраумен ғана шектелмейді. Біздің қолөнеріміз кесте тігумен, сосын оюмен, және де тігіс тігумен сондай ғасырдан ғасырға, бабадан атаға, атадан балаға мұра болып қалған екен, балалар. Тігіс деген біздің қолөнеріміз. Ұл балалар болса әкеге жақын болады. Балалар, ұл балалар көбінесе не қылады? Қамшы өреді, сандық соғады, әшекейлерді соғады. Ал қыз балалар болса анасына ұқсап кесте тігеді, ою ояды. Оның барлығы балалар біздің қазақтың салт дәстүрлерінің бірі. Жарай ма? Жаңа айтып жатады ғой. 10 саусағынан өнер қарған бала екен. Сөйтіп мақтап жатады балалар. Сол үшін тек қана біз ойып, кесте тігіп қоймай, тігіс тігуіміз де мүмкін. Осы салған көрпешелерімізге балалар оюларды да безендіруге болады. Міне мынау мысалы. Мен мына матаны алғанмын. Қызыл матаның үстіне көк матадан ою ойып тіккенмін. Әдемі ба? Мына өзі әдемі, балалар. Ерекше балалар, әдемі. Осы біздің қазақтың ежелден келе жатқан бұл нелері, балалар? Салт дәстүрлері. Біздердің бұл деген мұраларымыз, асыл мұраларымыз. Жай ғана біздер ойып, кесте тігу, жаңа көрпеше жасаудан қалмайды. Балалар, біздерде зергерлеріміз, ұсталарымыз не қылған? Әдемі әшекейлерді балалар мыстан, күмістен, болаттан осында құйып не қылған? Жасап шығарған. Қараңдар және кішкене әдемі өрнектер салған. Қараңдаршы, өзіне жараса рулбектен өрнектерді осылар қолымен барлығын жасап шыққан балалар. Бұл біздің атамыздан мұраға келе жатқан балалар. Мұрамыз, біздердің асыл өлмес қазынамыз балалар. Бұл біздің байлығымыз. Ал мынау торсық, ол да қазақ ұлтының құндылықтарының бірі балалар. Оны аталарымыз шөл далада, аттың үстінде, мал бағып, жылқы бағып жүргенде, осының ішіне қымыз, айран, сусындарын құйып алып, неғылған балалар? Ішкен, осы неғылған мұздай болып тұрған, өте берік болған, бұдан төгіліп қалмаған. Бұл бізде балалар торсық деп аталады екен. Не деп аталады? Торсық. Қараңдаршы болады, бұл да қолөнердің қолынан шыққан балалар. Оған да әдемі ою салып, әшекейлер тіккен біздің. Қарап ұстап көрсеңдер болады міне. Мынау біздерде торсық. Қараңдар, ұстайтын жері қолайлы, мына жерде несі бар. Ашып осыны неғылған? Қымыз, айрандарды құйып ішкені қараңдар. Оюларын ұстап көріңдер, әдемі ма? Олар да біздің ата-аналарымыз мұрасын қалдырып кеткен балалар. Осыны жасаған, бұл әдепкі кездерде аңның терілерінен жасаған, малдың терісінен жасаған. Ал қазіргі заманда уже біздер бұны не қыламыз? Өзіміздің әртүрлі қолда не бар, содан жасаймыз, Ал мынаны біздер матадан жасағанбыз. Жарай ма? Теріден жасаса да болады балалар. Сөйтіп бізге аталарымыз барлығын мұра қылып қалдырып кеткен екен, Бұлардың бәрін бізге мұра қылып қалдырып кеткен. Біздер балалар құрақтың жай ғана бір ғана түрі болмайды. Біздерде құрақтың бірнеше Мен сендерге қазір соның ең оңайын сендерге көрсетіп отырмын. Мынандаш қара міне бала, жаңағы біздердің мынадай не шықты біздерде? Мынадай әдемі құрақ шықты балалар. Енді біз осыны шетін мынадай матамен
көмкереміз. Қараңдар міне. Осындай матамен осындықпен көмкеріп шығамыз. Сол кезде біздің көрпешелеріміз балалар дайын. İşte балалар не қыламыз? Құрақты бір-біріне біріктіреміз. Сол кезде бізде әдемі көрпешелер пайда болады. Қиындыларды тастамай, осының бәрін іске асыруға болады екен, иә? Ол құрақты майда-мында ши деген түрі. Ол құрақты майда-майда болады, балам. Қиындысынан тігілетін көрпеше болады. Біз оны ши деп атаймыз, иә? Оның нелері, маталары өте ұсақ болады. Ал мынау бізде үлкен болды. Мынаны не қыламыз? Артық жерін балалар қиып тастаймыз. Жақсы ма? Артық жерлерін қиып аламыз да, керек жерін алып қаламыз. Бұл бізде міне балалар. Бұндай көрпеше пайда болды. Ұнады ма? Балалар, мен өткенде мынадай көрпеше құраған. Бұл мен бұған оюларды жабыстырдым. Ал мен қазір мұнда ешқандай ою жабыстырмаймын. Өйткені балалар, біздердің матамыздың ортасында тұрған матамыздың өзінің несі бар? Өзінің әдемі оюы бар, иә? Міне қарасаңдар болады міне. Бұл оюларды балалар қошқар мүйіз деп атаймыз. Қандай ою деп айтады екенбіз? Қошқар мүйіз. Қошқар мүйізді оюлар балалар бізде. Енді осыған астарын салып, сосын ішіне матасын саламыз. Сол кезде біздің көрпешеміз дайын болады. Мына көрпешеге мен балалар ою жабыстырғанмын. Қараңдаршы не? Балалар, бұл оюды біз киім тіккенде, шапан тіккенде, ұлдарға, қыздарға желетке тіккенде, осы оюды бастырамыз тіккен киіміміздің үстіне. Мысалы, мынаны көрсетейін сендерге балалар. Міне кеше мынандай желетке тіктім, осының арқасына осындай оюдан салдым міне. Алдына салдым міне балалар. Біз бұл оюды не қылады екенбіз? Бас киімге, киімге не қыламыз? Пайдаланамыз, жиектеріне қойып шығамыз. Мынаны екіге бөлсек, екі шиегіне балалар қондыруға болады. Ал өзін бүтінде қоятын болсақ, арқасына балалар бүтінде қоюға жабыстыруға болады екен, иә балалар міне? Бұл біздің неміз балалар? Оюларымыз, иә? Қазақтың ұлттық оюлары. Әр ұлттың өзінің несі болады балалар? Оюлары болады. Мысалы, мына жерде тақия. Бұл тақияны мен не істедім? Балалар, моншақпен әзірледім. Мынаны қарашы, моншақпен ою жасап, өрнектедім. Әдемі ба? Тек қана оюмен емес, моншақпен, әдемі жылтырлармен, жіптермен осылай тіксек не болады екен балалар? Әдемі біздердің бас киімдеріміз әдемі болып көрінеді екен осындай. Қараңдаршы, әдемі ба? Сендер де осылай тіккілерің келе ме? Мен сендерге бұдан кейін үйретем балалар, иә? Келесі сабақта балалар осындай тақия тігіп үйренеміз. Жақсы ма? Ал осымен бүгінгі біздердің көрпешелеріміз аяқталды балалар. Енді мен бұған астар салам, сосын мақта салам, сол кезде біздің көрпешеміз дайын болады. Ал келесі кездескенше сау болыңыздар. Сау болыңыздар. Сіздерге рахмет балалар. Түсіндіңіздер ме? Сіздерге ұнады ма?